Театр адамның өзін-өзі сахнадан көріп, өзін-өзі түсінетін орны. Олай болса, бүгінгі бағдарламамызда Ната Бекежанов атындағы Қазақ музыкалық драма театрында қызмет етіп жүрген шығармашылық топтың жұмысына арнаймыз. Бағдарламада құрметті көрермендер, біз сіздерге сахна сыртындағы қызу дайындық пен елеулі еңбекті барынша ашып көрсетуге тырысатын боламыз. Оны бізге осы театрдың жас режиссері Оразалы Ақтөре көрсететін болады. Қош келдіңіз. Бүгін біздің театрымызға. Жалпы мен сізге өнер әлемінде, оның ішінде театрымыздың шынайы сахнаның ар жағындағы оқиғаларды, әрекеттерді көрсетіп таныстыратын боламын. Істеріңізге сәттілік. Негізі ізденісті көп талап ететін мамандық. Өйткені барлығы саған байланысты. Актерлердің жұмыс жасауы, бір туындыны дүниеге шығару, ол мен арқылы өтеді. Мен таңдаймын, сосын оны көркемдік кеңеске ұсынамын. Жалпы материал алған кезде ол бір 6 айдың көлемінде менің ішімде жүру керек та. Сол арқылы өмір сүріп, бірінші оқыған кезде материалмен танысып, жанры қандай, қай дәуірде өтті. Одан кейін тағы да оқып шығып, әр образға, әр кейіпкерге тоқталып, сол кейіпкерлерді оқу арқылы, іздеу арқылы осындағы актерларға келе ма, қай актердің шамасына келеді, қай актер мына рөлді тарта алады. Сол секілді жанрын анықтап, ол бұрынғы дүние болса, қазіргі өмірге лайықтылап, современный, заманауи қылып қоюға тырысу барынша. Сол процеспен, сол пьесаның ішінде өмір сүру арқылы жақсы бір дүние шығаруға болады. Сосын оны жаңағы әр актерға образына сай бөліп береміз, міндеттеп, жүктеп, олардың образдары арқылы сол образын түсіндіріп, әр образдың мақсатын айтып, сен қалай жасау керек, ол қалай шықты, бағыт-бағдар беріп әр актерға. Әр жаңағы өзінің образын жеке адам ретінде зерттейді, мысалға актерлар. Соларға тапсырма беріп, мысалға өзінің өмірі, жаңа актерінің өзінің өмір жайлы автобиографиясын жазып, қандай жұмыс істейді ол рөлі, қандай көңіл күйде жүреді, оның характері қандай жұмыс істейді, қандай адамдармен араласады, оның барлығы зерттеледі сахнаға шықпай тұрып. Бөліп бергеннен кейін застольный период деген болады бізде. Стол басындағы жұмыс. Актерлар оқып қана қоймай, әр текстке тоқталып отырып, оның астарын ашып, не жайлы айтылған, сол әр текст арқылы, сол текстің астында әр образ жасырылып тұрды, мысалға. Соны актерлар өздері іздеу арқылы, сол табу арқылы өздерінің образдарын ашады. Сол образ негізі стол үстінде жұмыс барысында оқу арқылы ашылады. Содан кейін барып, текст сіңгеннен кейін сахнаға шығамыз, мизансценаға. Сол процесстер арқылы менде уже художникпен жұмыс жасау керек маған. Киім тігетін жаңағы костюмер, дизайнер бар. Мысалға, солармен жұмыс жасау керек, музыкамен жұмыс жасау керек. Барлық енді театр негізі синтездік өнер ғой. Қанша адамның қолынан жұмыс шығады. Вот спектакль шығамын дегенше, осы кісілермен жұмыс жасаймыз, мысалға. Деген художник бар. Осы Қазақстанға белгілі театр саласында еңбегі сіңген, барлық театр сахнасында жаңа спектакльдің көптеген декорациясының шешімдерін жасаған кісі. Сол кісінің шәкірті Нұркен Қалымбетов деген кісі. Біздің театрда жұмыс істеп жатыр қазір. Мынау екінші жұмысы біздің театр саласында. Мінекей, кіріңіз. Бұл біздің жаңағы художниктің кабинетінде көрдік қой. Кішігірім декорацияны сол жаңағы смета қабылданғаннан кейін материалдардың барлығы осы жаққа алып келініп қойылады. Жаңа бояйтын дүниелер бар, мысалы үлкен масштабтағы декорациялар болады, мысалы солардың барлығы осы жақта жасалады. Художниктердің барлық жұмысы осы жерде. Жаңа кулисасы бар, заднигі бар, қатты декорациялар, олар төменде цех бар, жаңағы темірлер бар ғой, құрастырылып, ағаштан жасалатын дүниелер бар. Көбісі мына жақта жұмсақ декорациялар жасалады.
қажетті киімдер тапсырысқа беріліп, тігін цехында тігілгеннен кейін дайын киімдер осы киім цехына жіберіледі. Яғни қойылымға қажетті барлық киімдер осы жерде сақталатын болады екен. Қазір жерде қандай қойылым? Бұл қозы көрпіш баян сұлудың жаңадан кеше премьерасы болды. Соның несі, киімдері бұл жерде сақталып тұрған. Мынаның бәрі тігін цехында тігіледі. Өзіміздің сол дайын киімдер бізге келеді. Біз осы жерде сақтаймыз. Жаңа жыртылғанын тігеміз, жууға береміз бұл киімдерді. Сосын осы жерде сақтаймыз киімдерді. Мынау баянның киімдері. 4-5 киім киеді ол қыз бұл спектакльде. Осы өзіміздің тігіншілердің тіккен киімдері бұл. Тағы да бір айта кететін жайт, жалпы біздің театрымызда балаларға арналған Нартай бүлдіршіндері қуыршақ театры жұмыс істейді. Жалпы кішкентай бүлдіршіндерімізге қуыршақ арқылы өздерінің өнерлерін көрсетіп жүр. Қазір көптеген қойылымдары бар, көптеген балабақшаларда өздерінің жұмыстарын көрсетіп, балаларымызды қуантып, болашақ театр көрермендерін дайындап жатыр. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай қуыршақтар жұмыс жасап жатыр. Жалпы бұл қуыршақ труппасының жетекшісі Жанмұратова Күләш апайымыз көп еңбек жасап жатыр. Кішкентай бүлдіршіндерімізге соларға қуантып, жақсы дүниелер шығарып қуантуда кішкентай көрермендерімізді. Олай болса енді қазір осы қуыршақ қойылымның кішкене үзіндісін көріп жүрсек, өйткені көрермендерге сахна сыртындағы жаңағы іс-әрекеттер қызықты. Әрине көруге болады. Көріңіздер, тамашалаңыздар, біздің құпиямызбен бөлісіңіздер. Менің кемпірім қайда жүр екен, өзін іздегеніме біраз болды. Әлі таба алмай жүрмін. Ай кемпір, қайда кеткен өзі? Мен кішкене мұнда отырып демалып алайынша. Ойбай, белім ай, басымды ауыра бастады ма? Әй кемпір дей! Таң атпай, не бол Құдай-ау, жүрміз ғой, келе жатырмыз. Не болып қал? Не болып қал? Әлгі немеремізді айтамын да. Біраз ер жетіп өсіп қалғаны шығар. Әрине, ер жетпегенде ойбой, ана Ақтөренің баласы деп беріп, менің немем бәл жігіт болды ғой. Дұрыс айтасың кемпір. Бірақ бар ғой. Әлгі тентектігін қойса болар еді. Ой, бұрмай. Тәйтәрі, менің немерем бар ғой, үлкен азамат ақылды. Өйтіп жала жатпа мен немереме. Жарай. Қарай көрді да. Жүре ғой, алдынан барып бір көжесін дайындап қояйық, Осыны айтпайсың ау, бағанан бері шырғодан да барып, күрішті әкелді, күрмегін тазалай отыр. Жүре ғой. Жетіп қалған шығар немеремізде. Тәттім ғой менің. Театр рухани байлық алатын, байитын жер. Енді міне жаңа өздеріңіз көріп отырсыздар, Қанат Жүнісовтың Ғашықтар хикаясы жастарға арналған қойылым. Жалпы театрға келгенде жастар труппасы құрылған 2013 жылы. Бірақ содан бері бір жастарға арналған бір қойылым қойылмаған екен әлі. Құрылған, бірақ ашылмаған. Бір қойылым арқылы, жұмыс жасау арқылы. Сонымен осы 2017 жылы маусым 63-ші маусым ашылғалы, осы Қанат Жүнісовтың қойылымын жастарға арнап қою мақсатта болды. Көркемдік кеңеске ұсындық. Барлық жастар болып, бір ауыздан қабылдап, осыны қойайық, қолға алып, жұмыс жасадық, тер төктік, бір 2 айдай көлемінде. Сонымен осы дүние жарыққа шықты. Ең алғашқы жастардың осы қойылымы. Енді күйбең тірліктен шаршап уже қазір уақыттың өзі қысқарып кеткен сияқты ғой. Таң атса уже түс болады, түс болса кеш болады. Сол үлгермей жатады да уже. Сол ойды бөлу арқылы олар
уже шаршаңқы халық үлгермей жатыр. Оларға уже демалатын комедия керек. Ең бірінші. Сол жанрды біз сахнаға көптеп қоюымыз керек. Өйткені халық соны қалайды. Енді олар драмалық, трагедиялық жанрлар. Олар драмалық жанры, тарихи қойылымдар, мысалға олар оқушыларға көптеп қоюға, студенттерге, өйткені оларды да айта алмаймын. Қазір сотка, нанотехнология дейді ғой, соның барлығы дамып кеткен уақытта олар кітап алып, кітап оқып отырады деп айта алмаймын. Сол себепті жас студенттерге Абай спектакль бар, Мұстафа Шоқай бар біздегі, Темірбек Жүргенов секілді, сол тарихи қойылымдар жастар тарапына сол кісілерге арнап қойылған қойылымдар. Тартыңызшы қолыңызды сумаңдатпай. Ана жерде біреулерді бергенін сізге түсіндірейін. Ғашықтар хикаясы деген спектакльді ойнадық. Бүгін мұнда труппаның көбісі ойнайтын жастар. Жастар труппасын көрдіңіз өзіңіз, қалай екен, қай күйде екен, қандай деңгейде екен. Көбісі мына бітіріп келген Алматыдан, өзімізден осыдан колледжден бітіргендер бар. Енді жастардың ортасында жүргенде әрине көңіл күйің жоғары болады. Өйткені олардың темпі, олардың ұстайтын сахнадағы өз-өзін ұстайтындық екпіндері, жастың аты жас қой не дегенмен. Көңіл күй біздің байланысты тағы да көрерменге. Мінекей көрерменіміз бүгін жақсы өте қабылдады.
қол шапалақтағаннан байқаймыз оны. Спектакльдің негізі қабылдануы ол осы көрерменнің өлшемімен өлшенеді. Көрермен қол шапалақтап, қабылдап, түсініп, тыңдап отырса, демек спектакль бар деген сөз. Қойылымның жетістігі көрерменнің көп болуы дейді. Олай болса, бүгінгі бағдарлама өз дәрежесінде өтті деп білеміз. Алдағы уақытта көрермендердің өз туындыларымен қуантады деген сеніммен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Назерке Шарападин, 42-42 бұл өнер ордасы бола білген Қызылорда.